телефондарыңыздан ешқашан программаны дәл бұл тәрізде өшіріп тастамаңыздар. Егер бұлай өшіретін болсаңыздар, сіздердің телефондарыңыздағы бұл программаның өзі өшіп кеткенімен, бұның архив файлы, яғни сіз бұдан алдын қолданған үшін бұда архив файл болады. Сол архив файл сіздің телефоныңызда қалып кетеді. Ол программаны сіздер ол кэш файлды өшірмейтін болсаңыздар, сіздер телефондарыңыздағы другие файл дегеннің гигабайты көбейе береді. Другие файл осы біз қолданып шығып, әр қолданып жүрген сайын телефонымызға жинайтын кэш файл болады. Бұл другие файл сол. Бұл другие файлды өшірудің жалғыз ғана жолы, сол өшіретін программасының үстінен басасыз, ол приложение бөліміне өтесіз, және память. Неге қарасаңыздар, менде кэш файл 337 мегабайт құрап тұр. Бір Инстаграмның өзінде 337 мегабайт. Егер мен Инстаграмды өшіретін болсам, менде программаның өзінің 135 мегабайты өшіп кетеді дағаны, 337 мегабайты қалып кетеді. Яғни мен телефоным оны сақтап қояды. Себебі кэш файл телефонда әрдайым сақталып тұрады. Оны артист дегенді басып, кэш дегенді өшіріп тастасаңыздар ғана, яғни кэш файлды өшіріп тастасаңыз ғана, неде нөл болады, яғни телефоныңыздың памяты өшіргеннен кейін азаяды. Яғни осы Инстаграмды өшіретін болсаңыздар, жаңағы біз кэш файлды өшіріп тастадық. Енді программаны өзін өшіретін болсақ, біздің телефонымызда другие файл азайып түседі, достар. Программаны дәл осылай өшіріңіздер. Видео сіздерге пайдалы болған болса, каналға лайк, подписка басуды ұмытпаңыздар.